Мгм. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің есімім Назерке. Бүгін сіздермен тағамдық қоспалар химиялық қосылыстар атты элективті курсымызды бастаймыз. Бүгінгі бөлімде біз сіздермен спирттер тақырыбын өтеміз. Спирттер тақырыбында кездесетін негізгі тағамдық қоспаларға тоқталамыз. Ең бірінші біздің тағамдық қоспамыз Е1510 атты этанол болып табылады. Е1510, яғни этанол, бұл жасанды шыққан консервант болып табылады. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады. Адам ағзасына әсеріне келетін болсақ, шамадан тыс пайдалану алкоголизм ауруына әкеп соғады. Яғни бұл терморегуляцияның бұзылуына, одан әрмен органның бұзылуына әсер етеді екен. Келесі қолдануы, яғни бұл алкогольдің негізгі компоненті болып табылады. Нан өнімдері үшін консервант ретінде және де кондитерлік өнеркәсіпте қолданылады екен. Келесі кестеге назар аударатын болсақ, яғни кесте бойынша оның негізгі атауы этанол, ағылшынша атауы этанол, категориясы консервант, шығу тегі жасанды. Қаупі яғни адам үшін жоғары, формуласы CH6O немесе бәрімізге белгілі CH5OH. Теңсіздіктегі формуласы, яғни осындай бір гидроксотоппен байланысқан бір атомды спирт болып табылады. Келесі өтетініміз Е422 атты глицерин тағамдық қоспасы. Е422 немесе глицерин қоспасы бұл эмульгаторларға, ылғал сақтайтын заттарға және де жасанды шыққан қоюландырғыштарға жатады екен. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Қолдануына келетін болсақ, қоюландыру үшін ликер мен арақтар өнеркәсібінде, ылғал сақтайтын агент ретінде агар сиропында қолданылады және де иристің желатинді массасында қолданылады екен. Зиянына келетін болсақ, яғни бүйрек ауруы және де қан айналымының бұзылуы бар адамдарға сақ болуды ұсынады екен. Яғни себебі глицерин бізде ағзадағы сұйықтықты кетіреді екен. Кестеге назар аударсақ, яғни атауы глицерин, ағылшынша атауы глицерил, категориясы эмульгатор дедік, ылғал сақтайды, қоюландырғыш және де бөлгіш агент болып табылады. Шығу тегі жасанды. Қаупі яғни өте төмен, адам ағзасы үшін күйі мөлдір тұтқыр сұйықтық ретінде, иісі әлсіз өзіне тән және ерігіштігі су және этанолмен араласып органикалық еріткіштерде ериді екен. Тығыздығына келетін болсақ, яғни 1,244 грамм бөлінген сантиметр куб, балқу температурасы 18 градусқа тең, дене салмағының 1 килограмм үшін рұқсат етілген дозасы орнатылмаған екен, яғни ресми деректер жоқ, және де формуласы С3H8O3. Кеңістіктегі формуласына қарайтын болсақ, 3 гидроксо тобымен байланысқан көп атомды спирт. Келесі өтетін тағамдық қоспамыз Е420, яғни сорбит немесе сорбит деп өткенбіз. Яғни Е420 сорбит бұл суды сақтайтын затқа, комплекс түзушіге, тәттілендіргіш және де жасанды эмульгаторға жатады екен. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Табиғи түрде кездеседі, яғни өріктің сүйегінде, алма сүйегінде, долана және де итмұрын секілді жеміс жидектерде кездеседі екен. Жалпы сорбит бізде аш ішекте 10 және де 20 сағат аралығында сіңеді екен. Үлкен дозасы, яғни тәуліктік дозасы 50 граммнан асатын болса, диарея ауруына әкеп соғады екен. Шамамен 2-4 килокалория бөлуіне қарамастан бізде тоқ ішекте сорбит ферменттер ядрап, ол одан әрмен инсулинге сіңеді екен. Сорбит бізде әлсіз кариоген болып табылады, яғни бұл сахарозаға қарағанда 70-90 мөлшер пайызға, яғни аз қышқыл түзеді екен. Пайдасы, яғни бұл қант алмастырғыш ретінде дәрумендердің сіңуіне көмектеседі, іш жүргізетін әсерге ие және де шоколад түріндегі іш қатумен күресу үшін пайдаланылады. Және де зиянына келетін болсақ, яғни шамадан тыс, яғни 50 граммнан артық жұмсалатын болса, асқазан ішек жолына ыңғайсыздықты және де қатты газдың түзілуін тудырады екен. Сонымен қатар фруктозаның мал абсорбциясын тудырады екен. Сорбитолды жалпы балалар тағамында қолдануға тыйым салынады және де өт тас ауру бар адамдарға да ұсынылмайды екен.
және бұл тәулігіне 50 грамм сорбитол асатын болса, яғни қауіпті дедік. Дегенмен сорбитол бізде аллерген емес, бірақ дененің шырышты қабығының тітіркенуіне әкеп соғады. Сорбиттің көру органдарының күйіне де теріс әсер етеді екен. Сонымен қатар, егер де ұзақ пайдаланатын болса, диабеттік ретинопатия деген ауру және де адам ағзасындағы жасушалардың функциясының бұзылуына әкеп соғады екен. Келесі, яғни кестеге назар аударатын болсақ, ағылшынша атауы сорбитол, категориясы ылғалдандырғыш, кешенді агент, тәттілендіргіш, эмульгатор дедік, шығу тегі жасанды, қаупі төмен, күйі ақ кристалл немесе тәтті дәмі бар, нәзік гигроскопиялық ұнтақ. Тәттілігі бізде сахарозаның тәттілігінен шамамен 60%-дай құрайды екен. Иісі жоғары, яғни жоқ деуге де болады. Ерігіштігі сумен және этанолмен араласып, органикалық еріткіштер ериді екен. Кеңістіктегі формуласы, яғни 6 гидроксотоппен байланысқан көп атомды спирт болып табылады. Келесі біздің өтетін тағамдық қоспамыз Е1520 атты пропилен гликоль болып табылады. Яғни пропилен гликоль зат мұнай өнімдерінен сублимация арқылы одан әрмен тазартып, кейіннен жануарлардан алынатын жасушалармен жаңағы апробация арқылы алынады екен. Сондықтан бұл 1520 қоспасы вегетариандық қоспа болып табылмайды. Мұқият болу керек. Адам ағзасына әсеріне келетін болсақ, аллергиялық реакцияларды тудырмайды екен, яғни аллерген емес. Денеде сүт және де шарап қышқылдарына ыдырайды екен. Ол яғни сүт қышқылы жинақталған ацидоз тудыруы жаңағы қан қышқылдығының күрт жоғарылауына әкеп соғады екен. Денеде жинақталмайды және де ұзақ уақыт қолданылған болса, аллергиялық реакция, яғни дерматит, тыныс жолдарының тітіркену және де көздің шырышты қабаттарына әсері бар екен. Яғни қолдануы бұл жұмсартқыш, ылғал ұстағыш, дисперсті агент ретінде қолданылады. Жемістер, жидектер және де еттің шұғыл мұздату кезінде қолданылады және де пропилен гликоль бар ерітінділер қызып кететін жағдайда негізбен қоспаларға ыдырайды екен. Және де бұл ерітіндінің жылу физикалық қасиетін төмендеуіне алып келеді екен. Және де пропилен гликоль қалыпты консервілеу және де бактерицидтік қасиеттерге ие екен. Және де тағамдық қоспамен темекінің негізгі еріткіші болып саналады. Және де пропилен гликольді 2 жылға жуық ғана сақтауға болады екен. Келесі, ол құрамында сұлы печеньясы, сүзбе, энергетикалық сусындар және де кәмпиттер секілді тағамдық қоспа құрамында болады екен. Келесі атау, яғни пропилен гликоль, ағылшыншасы пропилен гликоль, категориясы ылғал сақтайтын агент және шығу тегі жасанды. Қаупі ағза үшін төмен, күйі тұтқыр сұйықтық, әлсіз өзіне тән иісі бар және де сумен этанолмен араласып, органикалық еріткіштер ериді екен. Кеңістіктегі формуласы, яғни 2 гидроксотоппен байланысқан көп атомды спирт. Е1520 полиэтилен гликоль. Синтетикалық шыққан көбік кетіргішке жатады екен. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Және де антифламиктер тобына жататын қоспа болып табылады. Пайдасы жайлы, яғни қазіргі уақытта нақты ғылыми деректер айтылмаған. Ал зиянына келетін болсақ, егерде жұмыс істеу барысында адам ағзасына аллергиялық немесе канцерогендік әсер етуі мүмкін екен. Және де тәуліктік дозасы 10 мг килограммға жуық, 1 килограммға жуық анықтайды екен. Қолдануына келетін болсақ, қоюландырғыш зат ретінде, тамақ өнеркәсібінде және де фармакологияда агент ретінде қолданылады екен. Және де қоюландырғыш ретінде қолданылады. Суда еритін полиэтилен гликоль пленкалардың тамақ өнімдерін және де бояуларды орау үшін қолданылады екен. Келесі кесте, яғни полиэтилен гликоль, ағылшынша полиэтилен гликоль, категориясы көбік кетіргіш, оттегі жасанды, қаупі ағза үшін төмен, күйі мөлдір тұтқыр сұйықтық, иісі әлсіз өзіне тән және де ерігіштігі сумен органикалық еріткіштері ериді екен. Кеңістіктегі формуласы, яғни поли дегендіктен біз жақшаның сыртына N деген яғни белгіні қояды екенбіз. Келесі
біздің тағамдық қоспамыз E490 атты, яғни пропан 1,2 диол. Яғни E490 тұрақтандырғыштарға жатады екен. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Пайдасы, яғни қазіргі уақытта нақты осы жаңағы тағамдық қоспа туралы ғылыми деректер жоқ екен. Және де құқықтық мәртебесіне келетін болсақ, бұл Ресей Федерациясы, Украина, Еуропалық одақ және әлемнің көптеген елдерінде рұқсат етілмеген қоспа болып табылады. Және де кестеге назар аударсақ, пропан 1,2 диол, ағылшынша атауы пропейн 1,2 диол, категориясы тұрақтандырғыш, оттегі жасанды, формуласы С3H8O2, күйі мөлдір тұтқыр сұйықтық, иісі әлсіз өзіне тән және де тәтті дәмі бар екен. Қасиеті гигроскопиялық, яғни өзіне ылғал тартқыш екен. Және де кеңістіктегі формуласы осында 2 гидроксотоппен байланысқан екен. Келесі біздің тағамдық қоспамыз E1519 атты бензил спирті болып табылады. Бензил спирті жасанды шыққан толтырғыштарға жатады екен, яғни тамақ өнімдерін өндіру процесі кезінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Пайдасы, яғни орташа тұтыну кезінде қауіпсіз екен, яғни тәуліктік дозасы 5 мг. Дененің ішінде қауіпсіз компоненттерге бөлінеді екен және де табиғи түрде жойылады екен. Жоғары концентрациясы теріс салдарға әкелуі мүмкін екен. Зиянына келетін болсақ, шамадан тыс тұтыну, тұншығуды, құрысу, қан қысымының күрт төмендеуі, паралич секілді ауруларға әкеп соғады. Теріге тиюі, тітіркенуді, терінің шамадан тыс құрғауын, әсіресе еріннің айналасында байқалады екен. Және де аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Қосымша жаңа туған нәрестелер мен жас балаларға тағамдарды қолдануға қарсы көрсетілген. Және де құқықтық мәртебесі Еуропалық одақ, ақш, Австралия және де Жаңа Зеландия елдерінде тағамдық қоспа тамақ өнеркәсібінде тыйым салынған. Қолдануы негізінен шарап негізіндегі ликер, хош иістендіргіш шараптар, хош иістендірілген сусындар мен коктейльдердің өндірісінде, кондитерлік өнімдер мен оның ішінде шоколад және де нан тоқаш өнімдерінде, және де теріс бактерия мен ашытқыға қарсы белсенділік танытқан үшін зеңге қатысты әлсіз белсенді реакция тудырады екен. Құрамында болады, яғни жасмин эфирі, қалампыр эфирі, перу бальзамы құрамында болады. Және де кестеге назар аударсақ, атауы бензил спирті, ағылшыншасы бензил алкохол, категориясы толық тырғыш, шығу тегі жасанды, формуласы және бензол сақинасына байланған гидроксотоп, және де күйі мөлдір сұйықтық, иісі әлсіз өзіне тән, жағымды иісі бар, және де ерігіштігі органикалық затта, SO2 және де аммиак ерітіндісінде еріп, 100 грамм суда тек 4 грамм ғана ериді екен. Кеңістіктегі формуласы, яғни бензол сақинасымен байланысқан гидроксотоп. Келесі біздің тағамдық қоспамыз E476 атты полиглицерин. Полиглицерин эмульгатор болып табылады екен. Химиялық құрамы бойынша ол май қышқылдарының қосылысы негізінде жасалады. Қолдану, яғни полиглицерин кастор майы немесе бұршақ тұқымынан жасалады екен. Шоколадты кондитерлік өнім өндірісінде E322 атты, яғни өсімдік лецитин деген қоспаны ауыстыру мақсатында қолданылады екен. Және соңғы уақыттарда осы полиглицерин E476, яғни генетикалық түрленген тағамдар немесе бізге таныс ГМО дейміз, осы ГМО-дан өңдеу арқылы жалпы алынып жатады екен. Құқықтық мәртебесі Ресейде, Украина, Еуропаның көптеген елдерінде ресми түрде бекітіліп қолданылады. Осы полиглицерин Ұлыбританияның азық-түлік стандарт жөніндегі мемлекеттік агенттігі, яғни FCA дейміз, сыналып, осы Еуропалық одақта пайдалануға рұқсат етілген жалпы зиянсыз тағамдық қоспа болып табылады. Және де атауы полиглицерин, ағылшынша полиглицерил, категориясы эмульгатор, шығу тегі табиғи түрде. Кеңістіктегі формуласы, яғни осындай үлкен қосылысты қоспа екен. Осымен біздің спирт тақырыбындағы тағамдық қоспаларымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.